Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен тағы да бір қызықты оқиғаны бөліскелі отырмын. Әңгімені соңына дейін тыңдап, пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Бүкіл қалаға белгілі үлкен мекеменің ішінен тағы бір бөлім ашылып, мамандарды жұмысқа тарта бастады. Заура да осы бөлімшеге қатардағы маман болып ауысты. Жалақысы да сәл жоғары. Қуанышында шек жоқ. Заураның қуанышы су сепкендей басылды. Бұл бөлімнің бастығы да өзінен 13 жас кіші жігіт болып шықты. Оңаша қалғанда тамырын басып көріп еді, ақ көңіл, аңғал жігіт секілді көрінді. Заура біраз үйренісіп, жұмысты реттеп алған соң айлаға көшті. Барынша жас көрінуге тырысып, қысқа көйлек, кеудесі ашық кофта киюді жиілетті. Сықылықтап күліп, түскі тамаққа дәмді тіспасар алып келетінді шығарды. Бастығы оңаша қалса болды, кофе дайындап, өзіне де оған да ұсынатын. Сіз де басқалар сияқты түскі үзіліске барып, сыртқа шығып таза ауамен демалып келмейсіз бе? Деген бастығының сұрағына тапсырма бастан асады. Уақытты тиімді пайдаланғым келеді. Өзіңізше, түскі үзілісте үйіңізге барып, әйеліңіздің дәмді тамағын ішіп келмейсіз бе? Көз қиығымен оның жүзіне сұқтана қарады. Тамырын басып көрмекші. Олар басқа қалада. Күз келіп, салқын түсіп кетті ғой. 2 қызым бар. Олар жаурап қалмау үшін келер жылы осында көшіріп алатын шығармын. Үй алған соң, деп қосып қойды. Заура болса, жігіттерді таңдап жүріп, біраз уақыттан ұтылған бой жеткен. Жасы болса, 40-тың еңсерген. Күндіз түні ойлайтыны, жанында жары, бауырында баласы болса, бұл оның асыл арманы. 38 жасында жақын құрбысы өзінің күйеуінің әйелі қайтыс болған жолдасымен таныстырған. Алайда ұзақ тұрмай бөлек кетті. Мінездері үйлеспепті. Күндіз қызметте білінбейді, ал кешкілік үйінде жастық құшақтап жатып, көз жасын бұлайды. Кейде таңды көз ілмей атырады. Тез ашуланып, ойындағысын айтып салады. Осы мінезінен кейде әріптестерінен сөз естіп те қалады. Өзі жеке тұрғандықтан болар, үй шаруасына да олақ. Ол жаңа бөлімде өмір сүрудің жаңа әдіс тәсілін ойлап тапты. Қалайда осы жігітті қармағыма түсіремін. Олай болмаса, Заура атымды өзгертемін. Өзіне өзі уәде беріп, ант су ішті. Күндіз түні ойлағаны бала туып алу. Арғысын тіпті ойлаған да жоқ. Уақыт шіркін жылдам өтуде. Әне-міне дегенше күз өтіп, қыс мезгілі де жетті. Жаңа жыл мерекесі де жақындады. Мекемелер корпоратив мерекесін қызу дайындықпен қарсы алуда. Әр бөлімге тапсырмалар беріліп жатты. Заураның бар ойы осы мереке күні өзі үшін ұмытылмас кеш болуын тілеп ақ жүр. Жаңа жыл мерекесі бас ғимараттың төменгі қабатындағы үлкен, кең залда ұйымдастырылды. Мереке өте қызық та көңілді өтуде. Заура бастығынан көз алмады. Оның әрбір қимылын қалт жібермей, арасында жақын тұрып, тіпті иығын түйістіре билеп қояды. Кеш бітті. Заура, Нүреке, үйге қайтамыз ба? Деп келіп, өзінің жаңа жылдық сыйлығын ұсынды. Күтпеген жерден Нұрлан, мен ешкімнен сыйлық күтпеген едім. Бұл артық қой, деп қызарақтап қалды. Сіз қандай сыйлыққа болса да лайықтысыз. Үлкен құрметпен ұсынған мерекелік кіп-кішкентай сыйлығымды қабыл алғайсыз, деп жалынышты кейіп танытты. Заураның қымбат иісуінің иісі мұрын жарады. Жас жігіт ерте үйленіп, әйелі жанында болмаған соң, көптен бері мұндай иісі жатырқап қалғанда. Бір сезім лап ете қалғандай болып, тез өзіне келді. Қызметкерлер үйіне тарай бастады. Ертең демалыс. Біріне бірі жақсы демалыс тілеп, бірінің көлігіне бірі жармасып
үйлеріне қайтып бара жатты. Заура: жақсы кеш болды. Сау болыңыз Нұреке. Ертең демалыс. Әйеліңіз келетін шығар. Ертеңгі күніңіз қызықты өтсін. Үйге барасыз ба? Әлде қайда барасыз? Деп сұрақ астына алып қояр емес. Мен осы мерекені жалғыз өткізетін сияқтымын ғой. Келмейді әйелім. Қыс болса мынау аяз. Көктемде келеді енді. Деп жиналып жатып, галстугын босатып, жейденің алқымдаған түймесін ағытып, күрсінгендей болды. Нұрекеңнің бар қимылын жіті бақылап тұрған Заура осы сәтті қалт жібермеді. Нұреке, мен де жалғыздықтан жабыққан әйелмін. Көңілсіздікті сырып тастап, мерекені көңілді өткізу өз қолымызда емес пе? Бірдеме ұйымдастырып жіберейік, қалай қарайсыз? Азаматсыз, көңілсіздік сізге жараспайды екен, деп жақындай түсті. Сыртқа шыққаны сол еді, жатақханаға жақын тұратын Күләш. О, менің көршілерім, мереке қалай, ұнады ма? Кеттік, жүріңдер, бірге жүрейік, деп жабыса кетті. Үшеуі бірге жол жөнекей әңгіме айтып келе жатты. Күләштің күйеуі қарсы алдынан шықты. Алтынбек, танысып қой, мына кісілер дей бергенінде Күләштің сөзін аяқтатпай: қане күйеулері баруға болмайды дегендерің? Мына кісілер ерлі зайыпты сияқты ғой, деп қоя берді. Заура осы сәтте әумин деп те үлгерді. Беті бал-бұл жанып, әлі де Нұрланның қолтығынан қолын босатқан жоқ. Алтынбек те аздап қызулы көрінеді. Алтеке, біздің әріптестеріміз Күләш Тоқтасын қызы дұрыс айтқан. Келесі мерекелер болмаса бұл жолы солай болды. Тек қана коллектив отырдық, деді Нұрлан. Заура айтылған қалжыңдарға сөз де қоспады. Күләш, жолдан қайтармай, бұл жұптарды мерекелік дастарханға шақырмаймыз ба? Қане бізге жүріңдер. Екеуден гөрі төртеу отырсақ көңілді болады. Балаларды ауылға ата-әжелеріне кеткен. Үйде оңаша төртеуміз тойлаймыз, деп шақырды. Нұрлан ыңғайсызданып, қарсылық танытқандай болып еді. Заура: мерекелік шақыруға мен қарсы емеспін, деп сықылықтап Нұрланның қолын қыса түсті. Үлкен стол үстіне ақ дастархан жайылып, дәмді тамақтар толы. Төртеуі бірге мерекені жақсы атап өтіп жатты. Бұл кезде Заура өз ойымен алысып әлек. Ішкі сезіммен арпалысуда. Бар ойы Нұрланды қайтсе де осы түні құрығына түсіру. Біраз отырып, таңға жуық Нұрлан мен Заура жатақханаға қайтты. Оң қалтасынан бөлме кілтін ұзағырақ іздеген Нұрланды өз бөлмесіне қарай тартып, еркелей: ол кілтті іздемей қойшы. Бір кесе шәй, немесе қаласан кофе ішуді ұсынайын. Сенге көшкен Заура Нұрланды бөлмесіне тарта бастады. Қимылы еркін, батыл қадам. Масаң тартып тұрған Нұрлан не құптап, не қарсы болғанын кейіп танытпады. Осы сәтті тиімді пайдаланған Заура: Нұреке, бірінші кезекте алғаш рет тойлаған жаңа жыл мерекесі үшін бір ұрттап қойсақ қалай қарайсыз? Мен жалпы аузыма алмайтындардың қатарынамын. Алайда сендей абзал азамат үшін қазақтың қай қызы болса да у ішуге даяр шығар. Мен де сол қыздардың бірімін. Ал кәне алайық, жаңа жыл құтты болсын, деп тартып жіберді. Нұрлан сөзге келмей, сусап қалған кісіше салқын аққайнарды сіміріп салды. Не керек? Анығы отырыс соңы Заураның арман тілегінің орындалуымен аяқталды. Шырт ұйқыда жатқан Нұрлан басын көтеріп айналасына қарады. Қалың ұйқы үстінде жатқан Заура Нұрланның оянғанын байқаған да жоқ. Өз мақсаты жолында айласын жүзеге асырған кәрі қыздың қармағына түскенін білген Нұрлан ызадан жарыла жаздады. Жейдесі мен шалбарын асыға киіп, бөлмеден атып шықты. Өз бөлмесіне кірген бойда қатар тұрған екі орындықты теуіп жіберді. Терезе алдында бірге түскен отбасылық суреттеріне қарап, іштей екі періште қыздарынан кешірім сұрағандай болды. Көзіне жас алды. Оң қолымен басын соғып қалды. Не бүлдірдім? Жұмыстан сұранып келіп кетсеңші, қыздарың сағынды дегенде жұбайының өтінішін қабылдамап еді. Заураның қимылын еске алды. Сыпайы, мәдениетті қыз сияқты көрініп еді-ау, деп іштей өкінді. Ертесі Заура да артынан келіп: Нұреке, маған бақытты сәт сыйлағаныңыз үшін рахмет,
деді де біреу байқап қалар дегендей жылдам кетіп қалды. Заура бірнеше аптадан кейін жиі дәрігерге баратын болды. Ешкімге айтпаған сыры болып, Нұрланның өзіне айтып берді. Бұл жаңалықты жүрегі сыздаған күйде тыңдаған Нұрлан не істерін білмеді. Мамыр айы, іші дөңгелене біліне бастаған Заураға Нұрлан ертерек еңбек демалысына шығып кетуді ұсынды. 9 айдан соң ұл бала дүниеге келді. Бақыттан басы айналған Заура Нұрланды қол балаға айналдырды. Жұмыс орнынан беретін пәтерді ұлына сыйлауға ұсынды. Олай болмаған жағдайда әйеліне айтып, басына бәле тілеп беретінін ескертті. Көпке беймәлім болған ұлы жасқа толды. Бәрі айқындалды, жасырын қылықтар анықталды. Заура мен Нұрланның ата-аналары естіп, не қуанарларын, не жыларын білмей дал болды. Ал Нұрлан ащы судың кесірінен екі оттың ортасында қалды. Бірінші жақта сүйген жары мен тәп-тәтті екі қызы. Екінші жақта ат ұстар ұлы мен айлакер әріптесі. Енді қанша өкінсе де шегінерге жол жоқ. Ал құрметті оқырмандар, бұл әңгіме осылай аяқталды. Әңгіме ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер әсерлі әңгімелерім каналымнан көптеп шығады.